Мұнда қайта-қайта келудің қажеті жоқ. Тағы бір рет келсеңдер, полиция шақырамын. Роза есікке қарай беттеді. Ал айтылған сөздер тас секілді ауыр тиді. Қалайша деген сұрақтар санасын тықсырып, ұрып-соғып жатқандай еді. 2 айдан бері ол әртүрлі мекемелердің табалдырығын тоздырып, шындықтың шетін болса да табуға тырысып жүр. Бірақ Роза мен Сырым жас еді, бір-бірін шын сүйетін. Оларға бүкіл әлем табандарының астында жатқандай көрінетін. Егер дәл қазір болмаса, міндетті түрде кейін олар солай болатынына сенетін. Үйлену тойы қарапайым өтті. Ата-ананың көмегінсіз жас жұбайларға қайдан ақша болсын. Розаның тек ауылда тұратын әжесі ғана бар еді, ал Сырымның тіпті ешкімі де жоқ болатын. 2 жыл бойы қара жұмысты бел жазбай істеді. Қаланың шетінен шағын ғана үй сатып алып, жөндеу жұмыстарын бастады. Жөндеуді адамша дұрыстап жасағылары келді. Бірақ бір ғана бөлмені әрең бітіріп еді, сол кезде Розаның жүкті екені белгілі болды. Құдай-ау, сол кезде Сырымның қуанышын көрсең ғой. Роза оның қуаныштан есінен танып қала жаздағанын ойлады. Роза, сен елестете де алмайсың. Мен қандай бақыттымын. Роза басын баяу шайқады. Сырым, білмеймін. Үй жөндеу, енді бала. Сен түсінесің ғой, сәби көп шығынды қажет етеді. Демек, жөндеуді әзірге аяқтай салмаймыз. Сонда баламен қалай боламыз? Ой, сен көп уайымдап отырсың. Қандай ақымақ ойлар. Мен қосымша жұмыс табамын, бәріне үлгереміз. Оның үстіне бір дайын бөлме ғой. Сол баланың бөлмесі болады. Қалғанын біртіндеп бітіре аламыз. Роза жымиды. Ол өзінің Сырымының керек болса, күл талқан болып бәрінде орындайтын жақсы білетін. Ол оған сенетін, шын сенетін. Бірақ Сырым қаншалықты көп жұмыс істесе, соншалықты тұйықталып, қабағы түйіле түсті. Роза оны қатты аяйтын, оның қатты шаршайтынын түсінетін. Сырым, бәлкім бірнеше күн демалыс аларсың. Қойшы, Роза, қандай демалыс? Ақша бізге қатты керек екенін өзің білесің ғой. Оның үстіне жігіттерді қалай тастап кетем? Мерзім қысылып тұр, басшылық қимылдамайды, бәрі тек құр уәдемен ғана ұсталып тұр. Біз қазір тура Жанартаудың үстінде жүргендейміз. Ол қолын бір сілтеді. Сосын Розаның үрейлі жанарын көріп, оны құшақтай алды. Сен тек уайымдама, біз әрдайым осылай жұмыс істейміз. Бәрі жақсы болады. Бірақ ештеңе де жақсы болған жоқ. Розаның жүкті болғанына 5 ай толғанда Сырым қаза тапты. Жай ғана жұмыстан қайтып келмеді. Алғашында Роза оны кешігіп жүр деп ойлады. Бірақ ол Сырымның әріптестеріне қоңырау шалуға ыңғайлана бергенде есік қағылды. Неге екенін білмейді, жүрегі су ете қалды. Тіпті бірден аша да алмады. Есіктің ар жағында Сырыммен бірге істейтін әріптесі тұр екен. Роза артқа шегінді, тепе-теңдігін әрең сақтады. Жігіттер жұмыс киімінде еді. Демек, бір сұмдық болғаны анық. Роза, бізге өте ауыр. Сырым құрылыс орманынан құлап кетті. Біз басшылыққа 100 рет айттық, ормандар жарамсыз, қауіпсіздік белдіктері жоқ деп. Ал ауруханада ше? Ер адамдар үнсіз қалды. Сол сәтте Роза айғайлап жіберді. Айғайлады да көз алдындағының бәрін қараңғылық басып кетті. Жерлеу рәсімі тұман ішіндегі де өтті. Үйім тарапынан бір тиын да бөлінбеді. Тек сол баяғы әріптестерінің отбасылары ғана көмектесті. Ал содан кейін нағыз азапты жол басталды. Оған Сырымның өліміне толықтай басшылық кінәлі екенін, сақтандыру төлемдерін талап ету керегін айтты. Роза ойланып көріп, баруға бел буды. Жақында Сырымның баласы дүниеге келеді. Ал енді оған көмектесетін ешкім жоқ еді. Қазір ол дәлізбен жүріп келе жатты. Құлағында әлі күнге дейін Сырымның бастығының сөздері жаңғырып тұр.
Дұрыс әйел күйеуіне жылап отырар еді. Ал бұл болса ақша сұрап жүр. Әрине, ешкім өз кінәсін мойындаған жоқ. Тіпті бәріне сырымды кінәлап шығарды. Роза сыртқа атып шықты да қабырғаға сүйенді. Әрине, дәл қазір осындай күйде осылай жүгіріп жүру қауіпті. Ол бірнеше рет терең тыныс алды. Үмітсіздікті ішіне тереңірек тығып тастауға тырысты. Ақыры оның бас қоятын жері бар ғой. Ең бастысы осы. Көп адамдар тіпті ондай да жоқ. Бірақ бәрібір босанып бір емес бірнеше бала өсіріп жатыр. Қалай болса да өмір сүріп келеді. Роза өз баласы үшін ондай өмірді қаламады. Бірақ тағдыр осылай болса, ол шыдайды. Бұл жерге енді өмірінде қайта келмейді. Ол нық қадаммен алға қарай беттеді. Жолы біраз алыс екен, бірақ ауа райы жаман емес сияқты. Жаяу жүріп, жолақыдан үнемдеуге болады. Роза жолдың көп бөлігін артта қалдырды. Шағын саябақтың жанындағы орындыққа келіп, дем алу үшін отыра кетті. Отыра сала бұталардың арасынан біреудің ыңырсыған дауысын естіді. Алдымен күшіктің дауысы шығар деп ойлады. Күрсінді. Қиындыққа тап болған итті тастап кете алмайды ғой. Бұталарды айналып өтті де бір әжені көрді. Жасы 70-тен асқан, киімі де жаман емес, бірақ ол тура шөптің үстінде отырып жылап отыр екен. Роза жанына отырып алды. Не болды сізге? Неге жылап отырсыз? Көмек керек пе? Қарт әйел оған тез қарап алып басын шайқады. Сосын бұрынғыдан бетерірек еңіреп жылады. Роза алғашында абдырап қалды, сосын тағы сұрады. Қайда тұрасыз? Жүріңіз, үйіңізге апарып салайын. Әйел қатты күрсінді. Үйім жоқ менің. Түсінесің бе, өмір бойы бар деп жүрдім, ал енді жоқ екен. Роза орнынан тұрды. Жүріңіз. Әже үрейлене қарады. Қайда? Қайда болушы еді? Маған? Не қып көшеде отырып жылап, жұртты қорқытасыз? Жүріңіз, шай ішесіз. Жарты сағаттан соң олар Розаның үйіне келді. Қонақ жан-жағына қарап шықты. Қабырғадағы сырымның қаралы лентасы бар суретіне көзі түсіп, біраз тоқтап қалды. Жалғызсың ба? Көріп тұрсыз ғой, 2 айдан бері жалғызбын. Әйел оның қолынан сипады. Байғұс қызым, не болғанын сұрамай-ақ қояйын. Айтқың келсе өзіңе қайтарсың. Роза басын изеп дастархан жая бастады. Ал сіз айтып бересіз бе, не болғанын? Қонақтың аты Айым Сәбит қыз еді. Ол мұңайып сөйледі. Немерем үйленді. Басқа қалада тұрған кезде бәрі жақсы еді. Кейін жұмыспен осында көшіп келді. Өз үйлері болмай, уақытша менің үйіме тоқтаған. Бірақ оның әйелі мені қуып шықты. Нақтысында мен өзім кеттім, ондай адаммен бірге тұра алмаймын. Немерем іс-сапарға кетіп еді. 1 аптадан кейін ғана оралады. Оған хабарласпаймын, мазасын алғым келмейді. Бұл пәтерді де кезінде немерем алып берген. Соған оның әйелі шүйлікті. Жоғал, мұны менің күйеуім сатып алған дейді. Неткен арсыз еді. Ой, неткен арсыздар, полицияға бару керек еді. Әжей қорқып кетіп қолын бұлғады. Жоқ, болмайды. Жанжалды жұртқа жайғым келмейді. Өзіміз ақ шешерміз. Маған тек немеремді күту керек. Роза үйді қолымен нұсқап өтті. Егер жағдайыма қарсы болмасаңыз, жөндеуді әлі бітіріп үлгермедік. Сондықтан қалсаңыз болады. Бірақ сен өзің әрең күн көріп отырсың ғой. Ал мен қасымда ақша да ештеңе де жоқ. Қойыңызшы, мен сізбен бір үзім нанды да бөлісе алмаймын ба? Кешке ұйықтар алдында Роза әжейді өз отбасында болған жағдайды түгел айтып берді. Ол ойлана басын изеп отырды. Бұл оқиға туралы бірдеңе естігемін. Айтшы, Роза, жұрт ол жігіт, қаза тапқан жігіт қатты мас болған дейді ғой. Роза мұңайып басын шайқады. Бұл оның басшылығы таратқан қауесет. Сырым мүлде ішпейтін. Оның ата-анасы ішімдіктің кесірінен ерте қайтыс болған.
Сол үшін ол бұл әдеттен әрдайым күресіп жүрді. Өзі бір тамшы даусын алған емес. Солай екен ғой. Бірақ біз бір түрлі мұңайып кеттік. Мен сізге диванға төсек салып қойдым. Демала беріңіз. Әжей алғыс айтып жатып қалды. Бірақ ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Ол өз тағдырын да, Розаның тағдырын да ойлап, көпке дейін толғанып жатты. Ал Роза өз сим-картасынан жарты қаланы хабарлап шықты. Тіпті прокуратураға да қоңырау шалды. Прокурор жас, отты жігіт екен. Оның үстіне ол прокурордың анасымен үйдегі әже жақсы араласады екен. Сондықтан Роза оған қатты үміт артты. Келесі күні Роза мен әжей бәліш пісіруді ұйғарды. Дәлірек айтсақ, бәлішті Роза жасады, ал әжей оны өмірден алынған түрлі әңгімелермен көңілдендіріп отырды. Роза тіпті 2-3 рет күліп те алды. Қарт әйел Розаның күлімдеген кезде қандай сұлу болатынын іштей байқап қойды. Сол сәтте есік қағылды. Роза таңырқай қасын көтерді. Кім болуы мүмкін? Әже де есікке қадала қарады. Роза есікті ашқанда талып қала жаздады. Табалдырықта күйеуінің бастығы тұр екен. Дәл өзі кеше оған айғай салған адам. Роза ханым, кешірім сұраймын. Арамызда бір түсінішпеушілік болып қалды. Мені кешіріңіз. Мынау жерлеуге бөлінуі тиіс болған ақша. Ал қалғанын 3 күннің ішінде картаңызға аударамыз. Бастықтың сөздері бір орында тұрмай, жүгіріп, маңдайынан тер сорғалап тұрғанына қарап, Роза оның өз еркімен келмегенін бірден аңғарды. Ол кетіп қалған соң, Роза абдырап әжейге қарады. Нағыз ғажайып қой. Бұған не болды өзі? Не болып жатыр? Әжей жазықсыз кейіп танытып, иығын қиқаң еткізді де, сосын прокурорға бас бармағы жоғары көтерілген смайлик жіберді. Таң сәріде оларды тағы да есік қағуы оятты. Роза тез барып ашты. Ғажайыптар жалғасып жатыр ма? Әлде бастық ойын өзгертіп ақшасын қайтарып алуға келді ме? Есіктің алдында бейтаныс жас жігіт тұр екен. Оған қымбат әтірдің иісі аңқып тұр. Ол өте мұқият түрде қарай қарап тұрды. Ол үйге кірмей-ақ Розаны тік қарап тұрған. Сәлеметсіз бе? Сізге келдім, деді ол тісінің арасынан. Маған SMS жазғансыз бе? Роза сасып қалды. Қандай SMS? Не туралы айтып тұрсыз? Өтірік айтпаңыз, менің мықты айтишниктерім бар. Олар адресіңізді 3 метрге дейін дәл анықтап берді. Қандай адрес? Роза түк түсінбей қалды. Роза, бұл шамасы маған келген адам сияқты. Немересі бар екенін есіне түсірген болар. Әлде асыл жарын қорғап келді екен, деді әжей. Ол жас жігітке қадала қарады, ал жігіттің қасы жоғары көтеріліп кетті. Әже, сізді бүкіл қала полиция іздеп жатыр ғой? Ой, маған кім іздеу салсын? Кір, не боп тұрсың, тасым үстінде? SMS-ті мен жаздым. Сен туған әжеңе сенбейсің, ал бір аноним хабарламаға сене қалдың. Немересі ауыр күрсінді. Рахмет әже, нағыз ақымақ болыппын. Бүгін түнде бәрін өз көзіммен көрдім. Ал сенің өмір бойы махаббатың қайда, деп сұрады әжесі мысқылмен. Әже, жетеді енді. Қазір өзінің тарихи отанына қайтып бара жатыр ол. Әжесі күліп жіберді. Әне, енді өз немеремді таныдым. Ол Розаға бұрылды. Розатай, соңғы рет біз шәй ішсек болады ма? Розаның жүрегі сыздап кетті. Әжей Розаның үйінде тағы бір аптадай болды. Сол уақыттың ішінде немересінің адамдары жөндеу жұмыстарын толық аяқтап кетуін өзі қадағалады. Немересі күн сайын келіп жүрді. Әжесін үйіне қайтуға үгіттеді, бірақ ол алған бетінен қайтпады. Мұнда мен біреуге болса да керекпін, ал үйде ешкімге керегім жоқ. Әже, қойшы енді, мен кешірім сұрадым ғой талай рет. Роза, сен де айтшы, деп жалынды немересі. Тек бір аптадан кейін ғана ол әжесін көндіре алды. Қоштасарда әжесі былай деді.
Роза, мен қоштасып жатқан жоқпын. Саған жиі келіп тұрамын. Сен де бізге кел, ал перзентханадан да өзім қарсы аламын. Ол шынымен келіп тұрды. Бірақ қалған уақыттың бәрінде Роза жалғыз еді. Босану кенеттен басталды. Роза қатты қорқып абдырап қалды. Әжейге қоңырау шалды, бірақ тұтқаны немересі көтерді. Розаның айқайынан ол біразға дейін ештеңе түсінбей тұрды. Сосын әжем құрбысына кетіп еді. Телефонын ұмытып қалды. Қазір өзім барамын. Ештеңе істемеңіз, сабыр сақтаңыз. Ең бастысы дұрыс тыныстаныңыз. Заттарыңызды да жинай беріңіз деді. Немересі босану жайында бір ғана нәрсені білетін. Дұрыс тыныстау керек. Теледидада әжесі жақсы көретін бір сериалдарда солай айтылатын. Ол жігіт болмағанда Роза ақылынан да айырылып қалар еді. Ол өзін күнде айғайлап босанатын әйелдермен сөйлесіп жүргендей ұстай білді. Біраз уақыт өткен соң Роза оған мойындады. Егер сен бір рет болса да қорқып тұрғаныңды көрсетсең, мен мүлде күйреп кетер едім. Жігіт жымиып қойды. Ішімде қандай дүрбелең болғанын білсең ғой. Нағыз жануарлық қорқыныш еді. Бұл әңгіме шамамен 1 жылдан кейін ғана айтылды. Жігіт пен Роза өтініш беруге барды. Неке қиюға. Ал сол сәтте әжесі өз сөзімен айтқанда, менің қаншайымым мен бала қарап отыр еді. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп үлгі басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.